Сонымен сіздерге уәде еткендей join командасына арналған видеомызды бастайтын боламыз. Сразу ескертіп кетейік, менде қазір мышка жоқ, жұмыста қалып кеткен. Және де микрофон что-то дұрыс жұмыс жасамай тұр. Барынша тырысып, түсіндіруге тырысатын боламыз. Ең басты мақсат join дегеніміз не? Join дегеніміз ол бізде негізгі қызметі join командалары, олар не істейді? Яғни екі немесе үш бірнеше кестелерді бір жиынтыққа біріктіріп береді. Яғни бізге ыңғайлы түрде. Естеріңізде болса, кестелер арасындағы байланыс өткен болатымыз. Бір кесте және де бірнеше кестемен байланысады, бірнеше кесте бір кестемен деген секілді. Яғни солардың жасалу жолдарын қарастыратын боламыз. Ең алғашқы қарастыратынымыз ол бізде inner join немесе cross join деп те аталады. Яғни олар ішкі қиылысуды біріктіруді білдіреді. Яғни екі кестедегі сәйкес мәндерді бір-бірімен біріктіріп береді. Яғни артық информацияны шығармайды, бір-біріне сәйкес келмейтін. Оны қайдан байқаймыз? Яғни сіздер төмендегі кестеде анық көрсетілген join командасының синтаксисі. Ең алдымен бізде не жазылады? Select, яғни сұраныс. Одан кейін барып бізде көргіміз келетін бағандардың атаулары бізге көрінетін, және from, қай кестеден көретініміз туралы. Мына жерде ерекшелік, до этого бізде жасаған тапсырмалардың айырмашылығы table 1 және table 2 бар. Яғни, значит, біз не істейміз деген сөз, екі кестені бір-бірімен байланыстырамыз деген сөз. Ортасында әрине негізгі кілттік сөз сабаққа қатысты inner join. Inner join қалай жұмыс жасайды? Мына жерде диаграмма берілген, как бұл Вен диаграммасы деп айтсақ болады. Барлығыңыз білесіздер. Бірінші кесте, яғни өзінің ерекшелігі бар. Екінші кестенің өзінің ерекшелігі, яғни бізде inner join көрсететіні ортасында жасыл аймақ, яғни екеуіне бірдей сәйкес ортақ мәндер ғана бізге көрінеді. Яғни жасыл аймақтағы мәндерді ғана біз көреміз деген сөз. Ол үшін сіздерге бір мысал арқылы бастап көрейік. Так, мұнда менде мынадай мысал бар. Кітаптар деген база құрдым. Кітаптар деген базаның ішінде books деген таблица бар. Books деген бірнеше өрісі бар. ID, title, яғни кітаптардың аттары, оның жанры, шыққан жылы және де бұны жазған авторлардың ID. Яғни байқап отырсаңыздар, бірнеше кітаптың авторлар жазылмай қалған өзіндік себептер бар. Тақырыпқа қатысты ғана, яғни бұл кітаптар өздігінен жазылды дегенді білдірмейді, бірақ біздің мысалға сәйкес болу үшін солай келтірдік. Яғни авторлар бар мұнда бізде Мұхтар Әуезов, және өрістерді қарап өтейік, first name, last name және де country, олардың мемлекеттері. Яғни бірнеше авторлар бар, байқап отырсаңыздар 1, 2, 4, 5 және де 7, 9 деп қойғанбыз. Осыған сәйкес мәндерді біз жазып көретін боламыз. Так, сонымен бастайық. SQL, яғни бізге қажетті мәндер. Ең алдымен біз неден бастаймыз? Мінекей әдеттегідей. Так, до этого мұнан барлығын өшірейік. Select'тен кейін біз не көргіміз келеді, соны шешіп алайық, қараша. Яғни авторлар және де books деген кестелерді бөлек ашып алайын. Мына жерде біз ең алдымен біз кітаптардың жазған авторларын жанында көргіміз келеді дейік. Сонда не болады бізде? Бізге title деген өріс керек болады, және де кітаптың авторлары керек болады. Кітаптың авторларын көру үшін біз не істейміз? First name және де last name. Олардың несі? Бізде тұрған кестенің атауымен бірге жазамыз. Неге? Біз кестенің ішінде жұмыс жасап жатсақ, бізге тек қана сол өрісті жазсақ, сразу бізге түсінікті болады. Ал біз бірнеше кестемен жазып жатқандықтан, өріс атаулары әртүрлі кестедегі қайталану мүмкін. Сол үшін шатаспас мақсатында ең алдымен кестенің атын жазумен бастаймыз. Біз жаңа айтып өткендей, books кестесіндегі бізге title керек болады, үтір қоямыз. Келесі бізде authors кестесіндегі first name, так, үтір қоямыз да, келесі authors кестесіндегі не керек бізге? Last name керек. Астына жазамыз енді from
from бізге қалай байланыстырамыз. Бұл жерде inner join болғандықтан приоритет деген ұғым жоқ. Қай кестені бірінші жазсақта өзіміз білеміз. Мысал үшін books кестесі inner join болады бізде. Және де ол қай кестемен байланысады? Авторлар кестесімен байланысады. Одан кейін бізде қолданылатын on көмекші ұғымы бар. Inner join мен жалпы join мен бірге жұмыс жасайтын. Оннан кейін де біз условия жаза аламыз. Яғни мынаған сәйкес болса, біз оның сәйкестігін қалай ажыратамыз? Вот мына сұраққа жауап берейік. Қараңыздар. Мінекей, кітаптардың жазған авторларының ID номерлері, қараңыздар, сәйкес номерлері бұда, яғни осы кестенің автор ID деген өрісінде жазылған. Яғни 1, 2, 4, 5, 1, 4 деген секілді авторлар. Мұнда қарасақ, бізде авторлардың ID бар. Осыған сәйкес мәндерді келтіретін боламыз. Значит, біз не істейміз, нені салыстырамыз? Books деген кестедегі автор ID жазамыз. Так, Books кестесіндегі автор ID-дің мәні тең болса, неге? Авторс таблицасындағы неге ID мәніне? Так, авторс таблицасындағы ID мәнге тең болса. Давайте көшіріп алып бір тексеріп көрейік осыны. Вперед батырмасын басамыз. Так, қараймыз. Мұнда бізде кітаптарды алды, яғни соған сәйкес оның авторларын шығарды. Абай жолын бізде Мұхтар Әуезов жазды, қара сөздерді Абай Құнанбайұлы, соғыс және бейбітшілік Жюль Верн, Достоевский Федор жазыпты. Жер ортасын саяхат Жюль Верн. Тағдыр Мұхтар Әуезовтың 2 кітабын берілген екен бізде. Қылмыс пен жаза деген Достоевский Федордың 2 кітабы бар екен. Яғни біздегі кітаптарға сәйкес, қараңыздар, мұндағы жазылған кітаптарға сәйкес келетін авторларды тауып, не істеді бізде? Жазып шықты. Яғни бізде қанша кітаптың сәйкес авторлары бар екен? Мұнда бізде қараңыздар, 6 кітаптың бізде авторы бар деп берілген. Біз қанша жазбаны көріп тұрмыз қазір, қараңыздар. Сол 6 кітаптың авторларын шығарып берді. Қалған 3 кітаптың бізде несі? Авторлары көрінбей тұр. Хорошо. Яғни екеуінде де бірдей мәндерді ғана шығарды. Қараңыздар. Мұнда бірнеше автор бар, алайда олардың кітаптары алғашқы кестеде көрінбегендіктен ол мәндерді бізге шығарған жоқ. Ал енді дальше не істей аламыз? Біз мұнда мысал үшін books ID-ді көрейікші. Так. books.id-ді көрейік. Тура осыны бір орындап көрейік. Вперед батырмасын бастық. Неге қараңыздар. Кітаптардың ID номерлері көрінді, кітаптардың аты, оның жазған авторлары. Дальше біз не істей аламыз? Только біріктіру ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде біз не істей аламыз? Тағы да дополнительный шарт құра береміз. Ой арқылы қосымша шарт қоссақ болады. Мысалы үшін бізге определенный бір автордың кітабы керек болды. Мысал үшін ой дедік та, не істейміз? Authors так, кестесіндегі так, last name тең болса, кімге? Мысал үшін бізге кімнің? Әуезовтың кітаптары керек болсын. Әуезовтың кітаптарын көргіміз келсе, мұнда тырнақшаның ішіне жазамыз. Так, орындайық. Вперед батырмасын басты. Қараңыздар. Яғни сәйкес келетін осында авторымен бірге Мұхтар Әуезовтың кітаптарын бізге неседі? Шығарып берді. Ал енді мұнда тағы не жасауға болады? Мысал үшін біз тағы да бұл қоса аламыз. Мысалы and or арқылы тағы не жасай аламыз? Мысал үшін Абай жолы романы 1942 жылы, ал бізде Тағдыр деген кітабы романы, яғни бізде қай жылы шыққан? 1947 жыл. Яғни біз былай жазып көрейік шартқа. 1945 пен 50 жылдар аралығындағы шыққан кітапты бізге шығарып бер деп айтып көрейік. Осыған тағы да условия қосамыз. Оны аралығындағы десек қалай жасайтын едік?
Так, біз бұл жерде әрине не істейміз? Between. Так, and және бізде не болу керек? Так, мысал үшін не керек бізде? Books-тың ішіндегі publish year дейміз. Books кестесінің ішіндегі publish year не болу керек бізде? Так, between мысал үшін 1945 және ненің аралығында 1950 жылдар аралығында дейік. Команданы орындап тексерейік. Вперед. Бізде не істеді? Мұхтар Әуезовтің Тағдыр кітабы 1945 пен 50 жылдардың арасында шыққан екен. Дұрыс қой? Яғни Тағдыр кітабын күткен едік, яғни сол шықты. Inner join дегеніміз осы, яғни екі кестедегі сәйкес мәндерді ғана шығарады. Яғни мұндағы бос орындар кітап кестесіндегі және дегі books авторлық кестесіндегі де артық авторларды бізге шығармайды. Яғни екеуінде бірдей сәйкес келіп тұрған мәндерді ғана көре аламыз. Ал енді келесі бізде left және right joinдар. Left және right joinдарды қалай қараймыз? Так, сонымен келесі бізде left join. Left join қалай жұмыс жасайды? Бұнда қарап отырсаңыздар table 1, table 2, яғни left дегеніміз сол жақтағы, яғни бірінші тұрған left-тің алдына жазылған таблицаға приоритет береді. Приоритет дегеніміз ол, яғни сол бірінші тұрған таблицадағы жазбаларды толығымен қамтиды. Екінші жазбадағы мәндерді өзіне қосып толықтырып шығаратын болады. Ол туралы мысалды тағы қарастырып көрейік. Дәл қазір біздің жасаған мысалымыз бойынша осы жерден мынаны өзгертейік біз. Пока что керек емес бізге. Және де innerдің ойынына осы жерге жазамыз. Left join. Ал кет дегенді, тура осы әрекетті орындап көрейік. Қараңыздар, бағанағыдан өзгеріс бар. Не істейді бізде? Ең алдымен оның қызметі, яғни books бірінші тұрған кестедегі жазбалар толығымен қамтып алады. Абай жолы, қара сөз, соғыс, бейбітшілік, қанша жазба бар шығып тұр қазір бізде? 5-9 жазба. Ал жаңағы бізде books таблицасында қанша жазба бар? Мұнда да 9. Яғни 9 жазбаны толығымен қамтиды деген сөз. Соған сәйкес авторларды қасына не істейді? Жазып шығаратын болады. Яғни егер де бірінші таблицада көрініп тұрғандай авторлары жоқ кітаптар болса да, ол не істейді? Шығара беретін болады. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Негізгі қызметі сол жағында тұрған кестеге приоритет бірінші болып тұрған кестенің жазбаларын толығымен қамтиды деген сөз. Соны ұмытпауымыз керек. Так, ал енді керісінше жазып көрейік. Дәл осы орнын ауыстырып көрейік. Ондай жағдайда қандай өзгерістер болатынын салыстырып көретін боламыз. Так, осы жерге left емес, мысал үшін. Так, authors жазамыз. Мына жерге books жазатын боламыз. Так, орындап көрейік. Енді бізде қанша жазба шықты? Мысалға бізде 9 жазба шықты мұнда да. Яғни Абай жолы, қара сөздер, тағдыр, мына кітаптарды бізде негізгі приоритет бізге авторларға сәйкес берілді. Яғни авторларға сәйкес кітаптарды шығарды және де мұнда сәйкес емес кітабы жазылмай қалған авторлар болса да, оларды толықмен қамтып отыр. Дәл осылай жалпы жұмыс жасауға болады. Артық сұрақтарыңыз болса, түсінбеген мәліметтер болса, қосымша сұрауға болады.